Сәлем достар, мен өзімнің арнамда Қазақстан тарихы туралы видео салып жүрмін. Қазақстан тарихы, яғни отанымыздың тарихы, бұл барлық жұртқа, балаларға, ұбт тапсырушыларға, ата-аналарға барлығына да керек. Сондықтан сіздер менің қазақша контентімді қолдап, менімен бірге болып, лайк басып, тіркеліп кетулеріңізді өтінемін. Бүгінгі видеода мен сіздерге Орбұлақ шайқасы арқылы тарихқа танымал болған Жәңгір хан туралы айтпақпын. Жәңгір хан еңсегей бойлы ер Есім ханның ұлы. Шамамен 1608 жылдары дүниеге келіп, 1652 жылы қаза болды. Әкесі Есім ханның тірі кезінде-ақ қазақ хандығының шеткері ұлыстарын нағашы атасы Әбдірахман хан билейтін Тұрфанмен шекаралас жерлерде ел басқарып жүрді. Әкесі Есім хан қайтыс болғаннан кейін 1628 жылдан 1652 жылға дейін хан тағында отырды. Жәңгір хан болған кезде сыртқы жағдай аса ауыр, өте күрделі кезең болды. Себебі қазақ елінің теріскейіндегі ойраттар бұл кезде бір орталыққа бағынып, жоңғардың әскери феодалдық мемлекетін құрды. 1635 жылы бұл құрылған мемлекет көршілес жатқан қазақ жеріне қызықты. Қазақ жерінің шайылым жерлерін, оңтүстіктегі сауда орталықтарын басып алғысы келді. 1635 жылы Жәңгір ханға Далай, Тәуірқожа, Ғужи тайшылар бастаған қарақалмақтар шабуыл жасайды. Осы шайқаста Жәңгір хан қалмақтардың қолына түсіп, тұтқында болады. Тұтқында 7 жыл болған Жәңгір шығыстан төнген жойқын қатерді көзімен көреді. Тұтқыннан қайтқаннан кейін қазақ елін біріктіруге, жоңғарларға қарсы күресуге күш жұмсайды. 1643 жылдың қысында Батыр Қонтайшы 50 мың әскерменен қазақ жеріне жойқын шапқыншылық жасайды. Келе жатқан уақытта ол Алай және Тоқмақ қырғыздарының аумағын басып өтіп, бірсыпыра қазақ жерлерін шапқыншылық жасап, 10 мың адамды тұтқынға түсіреді. Бұл туралы хабар хан ордасы Түркістанға Жәңгір ханға жетеді. Жәңгір хан осы уақытта батыл, шұғыл түрде шешім қабылдап, өзінің қолындағы білтелі мылтықпен, оқпен атылатын қарумен қаруланған 600 сарбазын ертіп, Батыр Қонтайшыға қарсы шығады. Және кетіп бара жатып, Бұқар әмірі, қазақ батыры Жалаңтөске хабар жіберіп, әскери көмек сұрайды. Сөйтіп Жәңгір хан Жоңғар Алатауының Орбұлақ өзенінің бойындағы Кеңгір деген шақпақ таулы мекенде 600 ғана сарбазыменен Батыр Қонтайшының 50 мыңдық әскеріне қарсы тұрады. Осы Орбұлақ шайқасы туралы алғаш рет Сібір тарихы деген кітабында Фишер былай деп жазады. Олардың бір жартысына тауаралық тар өзекке ор қазып бекінуге, ал екінші жартысына қалмақтар тар өзектегі орға жеткенше таудың арғы бетіне жасырына тұруға бұйырды. Оның ойлағаны айнымай келді. Қонтайшы қаймықпай қорғаннан ор бекініске шабуыл жасады. Сол сәтте Жәңгір сұлтан жауға ту сыртынан лап қойып, садақ пен пілтелі мылтықтарынан оқ жаудырып, жау жағының 10 мыңдай адамын жер жастандырды деп жазады. Осы кезде Жәңгір ханға Самарқан шаһарының әміршісі Жалаңтөс Баһадүр 20 мың қолменен көмекке жетіп үлгерді. Жалаңтөс Баһадүрдің сарбаздарының арасында мыңдаған қазақ батырлары және 2 мыңнан астам қырғыз сарбаздары да болды. Қазақ сарбаздарының құрамында Шапрашты Қарасай, Арғын Ағантай, Алшын Жиембет, Найман Көксерек, Қаңлы Сарпық, Дулат Жақсығұл, Суан Елтінді деген батырлар болды. Көмекке келген Самарқанның әмірі қолбасшы Алшын Жалаңтөс Баһадүр 20 мың әскермен жоңғарлардың ту сыртынан шабуылдады. Соның нәтижесінде Батыр Қонтайшының 50 мыңдық әскеріне күйрете соққы берілді. Осы Орбұлақ шайқасы Жәңгір ханның даңқын шартарапқа жеткізді. Орбұлақ шайқасының тарихи маңызы зор болды. Қазақ әскерлері жанқиярлық ерліктің үлгісін көрсетті. Ал ойсырай жеңілген жоңғар әскерлері болса, олар ұзақ уақыт бойы қазақ жеріне шабуыл жасай алмай қалды. Бүгінде осы Орбұлақ шайқасы өткен Алматы облысы Жаркент ауданы Белжайлау деген жерде ескерткіш қойылған. 1652 жылы жоңғарлар Ресейден зеңбіректер сатып алып, қаруланып, қазақ жеріне қайта шабуыл жасады. Осы шайқаста Жәңгір хан қайтыс болды. Достар, мен сіздерге Жәңгір хан туралы көптеген мәліметтер айттым.
Сіздер менің қазақша контентімді қолдап отырыңыздар. Өздеріңіздің ата-бабаларыңыз осы отанымызды қорғауға үлес қосып ерлік етсе, сол ата-бабаларыңыз туралы жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.